Баршаңызға сәлем, сіздермен бірге дәрігер невропатолог Ақжарқын Сысқасқызы. Бүгін сіздермен бас ауру туралы сөйлесетін боламыз. Баланың басы не үшін ауырады? Бас ауырған кезде қандай зерттеу әдістері керек және қалай емдейміз? Сіздерге қысқа, прям пошагово осыны тапсырасын, осыны ем аласын деп қысқаша айтатын боламын. Соңына дейін видеоны көріңіз. Алдымен мен каналыма тіркеліп, подписаться деген батырманы басып, каналда комментариялар жазып, лайк басып, активті болып отыруды ұмытпаңыздар. Ал енді бас ауруды енді қарапайым тілмен айтатын болсақ, көбісі ойлайды, бас ауру, мысалы, миында қандай да бір тамыр қысылды, или миында черепное давление болғаннан кейін бас ауырады деп ойлайды ата-аналар. Негізі бас ауру ол кәдімгі организмде, мысалы, инфекция, бір вирус, бірдеңе болса, ағзада температура көтеріледі ғой, реакция ретінде. Сол сияқты бас ауруда ол ағзаның қандай да бір реакциясы. Ол бас ауру деген симптом кәдімгі любой ауруда болады. Мысалы, бүйрек ауырса бас ауырады, гайморит болса бас ауырады. Мысалы, любой инфекционный ауру болсын, іш құрылыстары дұрыс тамақ қорытпайтын болса бас ауырады. Және де анемия болатын болса, кислородное голодание болады, бас ауырады. Және де любой енді мидың ішінде процесс болатын болса, ол бас аурумен қосымша еще дополнительно симптомдар болады. Ал таза бас ауру негізі ең жиі себебі екі себеп. Біріншісі ол головная боль напряженного типа дейді. Баланың жаңағыдай басы определенный напряжениеден кейін пайда болады. Яғни ол қазіргі таңда 21 ғасырдың дерті ол бізде гаджеттер. Ұзақ уақыт телефон, телевизор көріп отыратынбыз, немесе сабақта ұзақ уақыт напряжениеде отырады. Қазір балаларымыздың сабағы өте ауыр, көп уақыт напряжениеде отырады. Содан кейін уже біраз уақыттан кейін, кешкісін уже сабақтан келген кезде уже баланың басы ауырып келеді. Ол бірінші себеп. Бұл ауруды головная боль напряженного типа дейді. Ол яғни мидың ішінде клеткаға байланысты емес, ол определенный балаға нагрузка түскен кезде, нерв жүйесіне көп нагрузка түскен кезде, мидың айналасындағы бұлшықеттердегі барлық жаңағыдай басқа келетін жаңағыдай тамырлар бәрі напряженный жұмыс істегеннен кейін, қан айналымының дұрыс болмағаннан кейін бас ауру пайда болады. Ең жиі кездесетін екінші түрі ол тұқым қуалайтын бас ауру, яғни бас сақинасы. Бас сақинасы көп жағдайда балаларда жаңағыдай егер жанұясында біреудің бас ауыратын болса, анасының немесе әкесінің өзі генетически жаңағыдай беріліп келе жатқан бас ауру болатын болса, онда міндетті балаға да берілуі мүмкін. Сондықтан бізде бас аурудың әрине гендік те өзінің жаңағыдай себебі болады. Ол бас ауруды бас сақинасы немесе мигрень деп атайды. Көбінесе ол подростковый периодта болады, немесе 6 жастан асқаннан кейін көбіне мигрень байқалады. 6 жасқа дейін көп жағдайларда онша байқалмайды. Осы негіз ең жиі кездесетін себеп. Ал қалған себептер ол мизерный себептер. Ол ағзаны, баланың ағзасын түгелімен тексеруіңіз керек. Егер бұл екеуін исключать ететін болсаңыз, головная боль напряженного типа, кернеулік бас ауру немесе мигреньді болмайтын болса, значит сізде басқа проблеманы іздеу керек. Ол дополнительно екіншілік ағзада бір ауру бар деген сөз. Ол жаңағыдай витамин, микроэлементтердің тапшылығы болуы мүмкін, немесе гаймориті, фронтиті, яғни мұрын айналасындағы жаңағыдай қабыну процестер болуы мүмкін, немесе бүйрегінде воспаление бар болуы мүмкін, немесе іш құрылысы дұрыс қорытпауы мүмкін. Обязательно рентгенография пазухын болса, мұрны бітелетін болса, консультация лор врача өту керек. Және де іш құрылысы ауыратын болса, УЗИге іш құрылысын тексеріп, гастроэнтерологтың консультациясы керек. Және де егер
ағзасында қандай да бір витамин, микроэлемент жетіспейтін болса, анализдер тапсыру керек. Анализдердің ішінде обязательно жалпы қан анализі, жалпы зәр анализі, ферритин, железо, витамин D, B9, B12 обязательно осы анализдерді тапсыруларыңыз керек. Өйткені определенный витаминдер жетіспейтін болса, кислородный голодание болады. Ол тек қана баста ғана емес, бүткіл ағзада болады. Сондықтан бала әлсіз, тез шаршайды, жата береді, тершең, басы жиі ауырады. Ондай балаларда нехватка во всем организме, бүткіл ағзасында. Сондықтан витамин, микроэлементтердің орнын толтыруды ұмытпаймыз. Оны әр видеода мен айтып отырмын. Өйткені бізде қазір балаларда өте көп витамин D тапшылығы болып жатыр. Ферритин, железо тапшылығы болып жатыр. Өйткені балалардың көбісі етті жақсы жемейді. Сондықтан көбінесе бізде темір етті тағамда болғандықтан және де балаларымыз өте көп тәтті тағамдар қолданады. Сондықтан ағзада көп жаңағыдай витамин, микроэлементтер тәтті тағамдармен, тәтті сусындармен бірге бүйректен жаңағыдай сүзіліп шығып кетіп жатыр. Сондықтан ағзаларында обязательно тексертуіміз керек. Одан кейін барып баланың бүткіл режимін қарауымыз керек. Бала уақытылы ұйықтайды ма? Бала сағат 9, дамыған елдерде 8-9-да уже бала ұйықтап қалады. Ал үлкен ересек адамдар 10 сағат 10-да уже ұйықтау керек. Ал бізде Қазақстанда действительно балалар кеш жатады. Ата-аналар да кеш жатады. Бізде сотовый көп көреді балалар. Сондықтан баланы 9-10-да уже ұйықтатуға тырысуымыз керек. Максимальный уақыт ол 10-ға дейін бала ұйықтау керек. Желательно 8-9-да уже ұйықтап қалу керек. Сол кезде баланың миы тынығады, бүткіл ағзасындағы жаңағыдай шаршаған, жаңағыдай ағзадағы бүткіл импульстардың бәрі басылып, қан айналымының барлығы жаңағыдай ағзасы демалып, таңертең уже бала бодыр болып оянады. Яғни бірінші очередте режим уақытылы ұйықтап, уақытылы тұру керек. Екінші очередте ол жаңағыдай напряжение. Напряжение дегеніміз ол бізде қазір балаларда қимыл қозғалыс аз. Қимыл қозғалыс бұрын бізде көп болатын. Яғни балалар активно далада ойнайтын, спортпен жаңағыдай доп қуалайтын, лянга ойнайтын, жаңағыдай мактар ойнайтын, резинкалар қыздар ойнайтын. Қазір ондай ойындардың барлығы телефон, планшет, компьютерға ауысып кетті. Сондықтан бізде мынау мойын бұлшықеттерінің тамырларын бәрі жаңағыдай бұлшықеттердің бәрі напряжениеде отырады. Бала дұрыс емес, осанкасын дұрыс ұстамайды. Содан кейін барып уже жаңағыдай мынандай положениеда бірнеше уақыт бойы отырады, көзі напрягация етеді, көзінде жаңағыдай моргание аз болады. Сондықтан бұл жерде тек қана бас ауруымен қатар омыртқаларға да нагрузка түсуі мүмкін, қосымша бүткіл ағзасындағы иммунитеті төмен түсуі мүмкін. Сондықтан баланың активтілігін, яғни қандай да бір спорттың түріне міндетті түрде беру керек баланы. Өйткені қазір бізде гиподинамия, яғни аз қимыл қозғалыста балаларымыздың бәрі. Сондықтан бала активті болу үшін бізге міндетті түрде спортқа беру керек баланы. Плавание, спорт обязательно. Любой қай түрі ұнайды, сол түріне баланы беру керек. Телефон, гаджеттарды азайтуымыз керек. Сабақтарын, пожалуйста, оқысын, бірақ жаңағыдай қосымша напряженияларды кішкене таза ауада серуендеу деген сияқты психоэмоциональный нагрузкалар болатын болса, психоэмоциональный нагрузканы азайту керек. Егер мүмкіндіктеріңіз болып жатса, күнделік арнаймыз. Күнделікте, мысалы, неден кейін бас ауыру басталды, барлық жаңағыдай бас аурулардың бәрін себептерін белгілеп отырсаңыздар, мысалы, бүгін баланың бас ауырды, сабақтан келгеннен кейін, мысалы, 2 күннен кейін бас ауырды, баняға түскеннен кейін, немесе бас ауырды, майлы тағам жегеннен кейін деген сияқты, сол бәрін бүйтіп жазып отырсаңыздар, уже бір айлық сіздер, бір айда қанша рет бас ауырады, сонша рет жазсаңыздар, уже бас ауруының себебін сіздер триггерлік факторларды анықтап отырасыздар. Яғни бала осындай себептен басы ауырып жатыр дейсіздер. Сондықтан егер баланы действительно бас ауыратын болса, обязательно күнделік арнаған дұрыс. Сол күнделікке жазып отырамыз. Енді бұл бас аурудың себебі туралы. Енді примерно қысқаша сіздерге жаңағыдай қарапайым тілмен жеткізгеніміз осы. Обязательно анализ тапсырыңыздар, балаларыңыздың активтілігін, жаңағыдай режимін түгел қараңыздар, күнделік арнаңыздар.
Енді қандай зерттеу әдістері керек? Зерттеу әдістері жаңа айттық, анализдер тапсырамыз деп. Көбісі келеді да МРТ-ға немесе УЗИ-ға жаңағыдай направление сұрайды да бізде. Енді көбісі ойлайды, бас ауырса, значит мидың ішінде бірдеңке бар деп ше. Действительно, мидың ішіндегі бірдеңке бар болатын болса, қандай да бір процесс болатын болса, онда баланың біріншіден интеллектінде әсер етеді, екіншіден жүріс тұрысына әсер етеді. Если мида бізде әр жері, мидың әр бөлігі әртүрлі қызметке жауап береді. Онда мысалы 12 мүшесінің қызметі бұзылады. Қолында, аяғында, жүріс тұрысында түзу тұра алмайды, бір қол бір аяғында әлсіздік, жаңағыдай шаткость походки деген сияқты көптеген симптомдар болады. Егер ондай симптомдар жоқ болатын болса, МРТ-ға немесе КТ-ға басын түсірудің қажеті жоқ. Электроэнцефалографияны да только по показаниям түсіру керек. Бұл әдістердің барлығы дәрігердің тағайындауынан кейін ғана жаңағыдай жасау керек. Яғни инструменталды зерттеу әдістерінің барлығын бірінші дәрігер көрсін, содан кейін өздері сіздерге тағайындайды. Ал егер жаңағыдай сіздерде ағзасында жаңағыдай қандай да бір дефициттар болатын болса, бірінші соның бәрін толтырып аласыздар, содан кейін барып уже егер крайнем случае МРТ для себя түсіремін, андай десеңіздер, в принципе, түсірсеңіздер болады, но нежелательно, только по показаниям. Өйткені МРТ-ның өзі де ол жерде балаға мысалы ешқандай эффект бермеуі мүмкін, яғни диагноз қоюға ешқандай көмегі болмауы мүмкін. Өйткені егер қимыл қозғалыстың бәрі дұрыс болатын болса, значит бізде МРТ бәрібір ештеңе көрсетпейді. Енді бас аурудың емі туралы айтатын болсақ, енді бас аурудың емін негізі диагнозға қарай болады. Яғни біз айттық, ең жиі кездесетін себептері бізде екеу дедік. Біріншісі головной боль напряженного типа, яғни кернеулік бас ауру, екіншісі ол жаңағыдай тұқым қуалайтын бас сақинасы, мигрень деп айттық. Енді бұл екі бас ауруды егер әрқайсысы әртүрлі емделеді. Бұл жерде жаңағыдай мигреннің дәрі-дәрмектері бөлек, оны тек қана дәрігер тағайындау керек. Ал егер бас аурудың жаңағыдай кернеулік түрі болатын болса, напряженного типа, онда сіздер жаңағыдай бүткіл режимдерін қарастырасыздар, уақытылы ұйқысын реттестіресіздер, және психоэмоционалдық фонды кішкене нормализовать етесіздер. Содан кейін жидкості достаточное количествода береміз, яғни сұйықтық аз мөлшерде ішпеу керек. Содан кейін ағзасындағы бүткіл дефициттарын толтырамыз. Одан кейін барып бас ауырған кезде бізде балаларға рұқсат берілген препарат ол ибупрофен мен парацетамол. Осы екеуінің біреуін ғана беруге болады. Екеуін бірге бермейміз, өйткені екеуінің әсері жаңағыдай бірдей болады. Сондықтан или ибупрофен бересіздер, или парацетамол бересіздер. Балаларға 18 жасқа дейін рұқсат берілген препарат осы екеу. Қосымша әрине массаж алсаңыздар болады. Егер бас аурудың кернеулік түрі болатын болса, басқа және мойынға жаңағыдай массаж алса, жаңағыдай бастың мойын бұлшықеттерінің жаңағыдай қан айналымын жақсартады және напряжениені азайтады. Одан кейін қосымша жаңағыдай препараттарды егер дәрігер тағайындайтын болса, сіздерге қосымша тағайындап береді. Былайынша негізі бас аурудың алдын алып отырып, сіздер бас аурудан құтылуларыңызға болады. Яғни триггерлік факторларды күнделік арнау арқылы исключать етіп отыратын болсаңыздар, мысалы жаңағыдай банядан кейін ауырды дедік, қатты ыстық баняға баланы кіргізбейміз деген сияқты. Или там майлы тағамнан кейін ауырды, значит ішқұрысында өті ма, ішқұрысында бір нәрсе дұрыс жұмыс істемей жатыр, сондықтан майлы тағам бермей ішқұрысын бірінші емдеп аласыз деген сияқты. Сол күнделікте барлығы жазылып тұрады. Сіздерге лайфхак: баланың басы ауыратын болса, күнделік бастаңыздар, анализін тапсырыңыздар. Содан кейін уже барлығы түсінікті болады. Жүгіріп МРТ-ға, жүгіріп басын түсіруге асықпаңыздар. Алдымен баланың бүткіл ағзасын тексеріп, содан кейін барып диагноз қойып, содан кейін дұрыс диагноз қойылса, дұрыс ем болады.
осы айтылған мәліметтер сіздерге пайдалы болған болса, онда астына комментарийға жаза кетіңіздер. Кімнің баласында бас ауру болды және қалай бас аурудан құтылдыңыздар, оны да жаза кетіңіздер. Міндетті түрде маған подписаться деген батырманы басып тіркелуді ұмытпаңыздар. Және ауырмаңыздар. Сіздермен бірге болған дәрігер невропатолог Ақжарқын Ситқазықызы. Қош сау болыңыздар.